Ай мектеп. Аға, мына құмдар табанымды күйдіріп барат. Иә, құм өте ыстық екен. Алан аға. Құмдар табанымды қыздырды. Осында келгеніміз жақсы болды. Дана, құм көп болғанымен, құмдар деп көптік жалғауын жалғап айтуға болмайды. Неге? Себебі біз оны бір-бірлеп санай алмаймыз. Ал саналмайтын зат есімдерді көпше түрде қолданбайды. Сонымен бірге, құм сөзінің мағынасы көптік ұғымды білдіріп тұр. Нанды, ұнды, құмшекерді, тұзды, түрлі ұнтақ заттарды жекеше түрде ғана айтамыз. Көпше түр, жекеше түр дедіңіз бе? Иә, Дана, зат есім жекеше және көпше түрде айтылады. Кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі дейміз. Мысалы, аға, бала, қайық, шағала. Кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі дейміз. Мысалы, ағалар, балалар, қайықтар, шағалалар. Зат есімнің көпше түрі лар, лер, дар, дер, тар, тер жалғауларының жалғану арқылы жасалады. Бұл қосымшалар көптік жалғау деп аталады. Аға, көптік жалғаулары көп екен. Қай сөзге қайсысын жалғау керегін қайдан білеміз? Дана, сен дауысты, дауыссыз дыбыстың түрлерін білесің ғой? Иә, дауысты дыбыстар жуан жіңішке болып бөлінеді. Дауыссыз дыбыстардың қатаң, яң, үнді деген 3 түрі бар. Дұрыс. Ендеше дауысты дыбысқа немесе үнді қысқа и, у, ыр дыбыстарына аяқталған сөздерге лар, лер нұсқасы жалғанады. Мысалы, балалар, үйлер, таулар, сиырлар. Көптік жалғаудың дар, дер нұсқасы ұяң, ж, з және үнді л, м, н, ың дыбыстарына аяқталған сөздерге жалғанады. Мысалы, теңіздер, гүлдер, шамдар, құлындар, аңдар. Қатаң дауыссыз дыбыстарға аяқталған сөздерге және б, в, г, д дыбыстарына аяқталатын басқа тілден енген сөздерге тар, тер нұсқасы жалғанады. Мысалы, балықтар, өсімдіктер, клубтар, ғалымовтар, биологтар. Су ішіндегі құм басқаша. Аға, қараңызшы. Мына жер тып-тынық екен. Су түбінде жүрген балықтар да менің аяқтарымда анық көрінеді. Қайталайық. Зат есімнің жекеше және көпше түрі. Зат есім жекеше, көпше түрде айтылады. Кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі дейміз. Мысалы, аға, бала, қайық, шағала. Кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі дейміз. Мысалы, ағалар, балалар,
қайықтар, шағалалар. Зат есімнің көпше түрі лар, лер, дар, дер, тар, тер жалғауларының жалғану арқылы жасалады. Бұл қосымшалар көптік жалғау деп аталады. Дауысты дыбысқа немесе үнді и, у, ыр дыбыстарына аяқталған сөздерге көптік жалғаудың лар, лер нұсқасы жалғанады. Мысалы, балалар, үйлер, таулар, сиырлар. Көптік жалғаудың дар, дер нұсқасы ұяң, ж, з және үнді л, м, н, ың дыбыстарына аяқталған сөздерге жалғанады. Мысалы, теңіздер, гүлдер, шамдар, құлындар, аңдар. Қатаң дауыссыз дыбыстарға аяқталған сөздерге және б, в, г, д дыбыстарына аяқталатын басқа тілден енген сөздерге тар, тер нұсқасы жалғанады. Мысалы, балықтар, өсімдіктер, клубтар, ғалымовтар, биологтар. Саналмайтын зат есімдерді көпше түрде қолданбайды. Күнделікті өмірде нанды, ұнды, құмшекерді, тұзды, түрлі ұнтақ заттарды жекеше түрде ғана айтамыз.